Біз нөмір 85-ші жалпы білім беретін мектептің 7-ші А сынып оқушылары Магива Дамирис, Талғайыр Әмина, Қазақстан халқының тілдері күні мерекесіне орай ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына арналған челленджді 8-ші сыныптардан қабылдап алып, 7-ші Д сыныбына жолдаймыз. Ахмет Байтұрсынұлына арналып. Алғаш жазып оқылған қазақтың, алтын алып жауапсыздық азаттың, ерілмейтін жеңілмейтін барды, болды халық куәсі талай ғажабының. Өз халқын қорғаудан еш бас тартпаған, атағы еңбегімен асқақтаған, ұлтымның жанашыры болған сізге артық етпес шынайы тыртсақ қалған. Білікті болу әр кезде ұлы арман, халық мұның сіздей тұлға ұғалған. Бүгінімден сауатсыздық болмауы әліпбидің арқасын сіз шығарған. Өз халқына бар еңбегін арнаған, қоғамның болашағын жалғаған, үлгі болған рухани ұлы көсемін еш уақытта ұмытпайды бар қалам.